Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Бүгін біз дәмді фисташковый хит болып жүрген фисташковый пирог жасаймыз. Ең біріншіден тестамызды жасап аламыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қант, қопсытқышымызды ұнға араластырып, ситадан өткіземіз. Осының барлығын қолмен немесе мен сияқты миксермен илеп алсаңыздар болады. Болғаннан кейін тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Тестамыз жұмсақ болып осындай шығады. Енді начинкасына кірісейік. Творожный сыр, сгущенка, қаймақ және жұмыртқа қосуды ұмытып кетіппін. Сіздер ұмытпай салсаңыздар. Описанияның астында грамын барлығын өлшеп жаздым. Фисташка пастасынан 2 қасық саламыз. Және мен кішкене ұнтақталған фисташкадан қосып жібердім. Крахмал 1 қасық. Осының барлығын бір араластырып аламыз. Начинкасы осындай ашық, қою күшті түсте шығады, жасыл болып. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, барлығын илеп, жайып, қателеспесем менде 24 дециметрлік формамызға саламыз. Начинкамызды құямыз. Барлығын бір келкіретіп, қасықпен дұрыстап шығамыз. Енді духовкаға тестасы қызарғанша бір 20-30 минутқа қоямыз, 180 градуста. Ал ас болсын, дәмі өте күшті болып шығады. Фисташка жақсы көретін кісілерге ұнайды деген үміттемін.